Бүгін Астанада машиналар выставкасы болып жатыр. Бұл жаққа шамамен 300-ден астам машина жиналған, және де олардың ішіндегі қызықтысын және әдемісіне обзор жасайтын боламын. Кеттік. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Right? Say it for me. Асхат мырза, саламатсыз ба? Саламатсыз. Бұл қандай Nissan? Nissan Pickup Hard Body D21 96 года. За 4 месяца мы собрали проект. Музыка, большие 2 сабвуфера, 6 динамиков, для того, чтобы это все громко играло, чтобы привлекать внимание людей. Компоненты Hammer Tech и Devbone Sylvester. Дәл қазір біз көліктің ішіндеміз. Көліктің іші сондай әдемі, дизайны да өте керемет. Бұның барлығын өзіңіз жасадыңыз ба? Нет, есть команда ребят, кто шил салон. Идея была собственная, то есть голубой цвет — это небо Казахстана, а то, что оранжевая краска Кэнди — это солнце Казахстана. Салон полностью родной, двигатель, коробка не родной. Двигатель, коробка от Lexus, потому что изначально здесь стояла коробка механика, а двигатель был карбюраторный, и не совсем было комфортно ездить из пункта А в пункт Б, и для комфорта мы поставили более современный двигатель. Ну, на этой выставке нас попросили озвучить цену, мы поставили 20 миллионов тенге. Но у нас нет цели продавать этот проект, потому что еще есть что доработать. Бұл марканың нарықта болғанына 2 жылдан астам уақыт болды, және де бұл оның екінші моделі Li L9. Осы 2023 жылы ғана шықты. Және де бұл жерде лидары бар, бұл автопилотқа арналған, және де оң жағында зарядтауға арналған бак бар. Ал сол жағында барлық машина сияқты бензинге арналған багы бар. Бұл көліктің Қазақстандағы бағасы 33 миллион 500 мың теңге. Мен бұл машинаға ғашықпын. Түсі де сондай керемет, және де бұл машинаға көп еңбектің құйылғаны көрініп тұр. Және де бұл машина туралы өзінің авторынан сұрайық. Это ГАЗ-24 первой серии 1972 года. Чем он необычен? В первую очередь он необычный тем, что у него необычный цвет, необычные диски и необычный салон. Мысль была показать, как может советская машина возрастом 50 лет выглядеть очень красиво и не отличаться от более современных моделей. Ал бұл Қазақстандағы ең хит хайпы көп машиналардың бірі Zikr 001. Бұның қазіргі уақытта өте қатты сұраныста болуының 3 себебі бар. Оның біріншісі оның әрине әдемілігі, одан кейін оның бағасы және де оның жылдамдығы. Ал бұл Zikr 001 бағасы Қазақстанда шамамен 30-32 миллион аралығында. Жалпы машиналарға арналған выставка маған өте қатты ұнады. Выставка бүгін және ертең болады. Келіп өздеріңізге қалаған ұнайтын машиналарды таңдап алып кетсеңіздер болады.